Қымбатты тыңдармандар, бүгін ұлы жүзден тараған Сіргелі руының шығу тарихын айтатын боламын. Ерте заманда Ойсыл деген кісінің 6 әйелінен 30 ұлы болыпты. 30-ы да жауға шабар, шеттерінен батыр екен. Сол өңірді билеп отырған Жәңгір ханның өзі бұлардан аяғын тартады екен. Сол заманда Ойсылдың 30 ұлының ең кенжесі Өтептің Ізбике деген әйелі болған екен. Ізбике кіші жүздің қызы, Әлім руынан екен. Ізбике бірінші нәрестесіне аяғы ауыр болып, ол уақытта қазақтың салтында төркіндеу деген болған екен. Төркіндеп қайтпақ болып, жолға дайындалады. Өтеп өте өжет, батыр кісі болған екен. Бір үлкен аста күрескеннің бәрін жығып, ат үстінде аударыспақтан ешкімді шақ келтірмейді. Дәл сол уақытта Жәңгір ханның ай десе аузы, күн десе көзі бар Ай ару атты қызы 18 жаста олжып тұрған кез екен. Өтепке өлердей ғашық болып, жеңгелерін араға салып, Өтеппенен кездесіп жүреді. Екеуі бір айға жуық кездескенде ханның қызы Өтептен жүкті болып қалады. Бұл сөз Жәңгір ханның құлағына жеткенде, Жәңгір хан ашуға мініп, менің сүйегімді қорлады деп, Ойсылдың 30 ұлын, қатын бала шағасымен түгелдей қырып салыңдар деп, уәзірлеріне бұйрық береді. Дәл сол уақытта Өтеп әйелі Ізбикені қасына ат қосшысын қосып, төркіндеп келуге жолға шығарады. Ізбике жолға шыққан күннің ертесіне хан Жәңгір қулық қылып, Ойсылдың 30 ұлын, қатын бала шағасымен, оның ішінде Өтеп те бар, 12 қанатты ақ үйге кіргізіп, қой сойдырып тамақ астырып, қымыздың ішіне шарап қостырып беріп, түн ауа әбден мас болып ұйқыға кеткен Ойсылдың 30 ұлын киіз үйдің сыртынан от қойып, ес-түссіз жатқан Ойсылдың 30 ұлын қатын бала шағасымен қосып өртеп жібереді. Ізбике дәл осы кезде 1,5 күндік жол жүріп, екіге айырылған жолға келеді. Дәл осы жолдың қиылысында көлеңкелеп отырған үлкен әжені жолықтырады. Ізбике амандасып, сәлем берген кезде әлгі кемпір айтады: сенің артыңнан қуғыншы шықты. Күйеуіңді ағалармен қосып, қатын бала шағалары бірін қалдырмай Жәңгір хан өлтіріп тастады дейді. Түзу жолды көрсетіп, бұл жолмен жүрген саған өте қауіпті. Екінші жолды көрсетіп, бұралаңы көп болса да, кедергісі болса да, осы жолмен жүрсең, төркініңе аман есен барасың дейді. Ізбике кемпір көрсеткен жолды кемпірге рахметін айтып, жол жүріп кетеді. Сол жүргеннен қиын кедергілердің бәрін өтіп, төркінін бетке алып, ақырын жылжып жүре береді. Дәл осы кезде Жәңгір хан уәзірлерінен түгелдей қырдыңдар ма деп сұрайды. Уәзірі: бәрін қырдық. Бірақ Өтептің әйелі Ізбике төркіндеп жолға шығып кетіпті. Құрсағында 3 айлық баласы бар екен. Бұл сөзді естіген Жәңгір хан байламға басып, артынан қуғыншы жіберіп, көзін жойыңдар деп бұйрық береді. Суыт жортып, 3 қуғыншы Ізбикенің ізінен қуып шығады. Тура Ізбикеге жолыққан кемпір отырған жерге бұларда суыт жортып жетіп келеді. Кемпірмен амандасып болғаннан соң, түйеге мінген әйел: көзіңізге түспеді ме деп сұрайды. Иә, көрдім. Мына жолмен кетті деп, қуғыншыларды түзу жолға салып жібереді. Бұлар далақтап шауып, Ізбикені қолға түсіре алмай, аттары әбден болдырып, артқа қайтады. Бұл уақытта
ұтымды пайдаланған Ізбике. Шаршап шалдығып, төркініне жетеді. Бұл уақытта, бұл хабардан, Ізбикенің төркіні де хабардар болып отырады. Ізбикенің әкесі өте ауқатты кісі екен. Қызына бөлек отау тіктіріп, қызына күзетшілер қояды. Себебі, Жәңгір ханның жансыздары кез келген уақытта ұрланып келіп, Ізбике менен сәбиіне қастандың жасауы мүмкін. Ізбике әкесінің қамқорының аясында айы күні жетіп, аман есен босанады. Дүниеге шекесі торсықтай. Ол келеді. Ұлдың атын Азан шақырып, Манап деп қояды. Манап бала кезінен өте қайратты, қайсар бала болып өседі. Манап 13 жасқа келгенде 20 жастағы жалындаған жігіттерменен күреске түсіп, бәрін шетінен жығып жүреді. Күндердің бір күні өзі қатарлы бір баламенен төбелесіп қалып, әлгі баланы қойып кеп қалса, әлгі бала талып қалады. Бұны көрген әлгі баланың шешесі Манапты қарғап, сілеп, сен әлім емесің, өз руыңды неге тауып алмайсың деп қарғайды. Манап үйге келсе, анасы Ізбике табаға салып, бидай қуырып жатады. Апа, қарным ашты деген Манапқа ыстық бидайды қос қолдап, алақанына салып бере бергенде, Манап екі қолыменен анасының алақанын сыртынан қысып жібермей ұстап қалады. Қолы күйіп бара жатқан Ізбике, қой балам, қолып күйіп бара жатыр, қолымды босат деген кезде, бар шындықты айтсаңыз жіберемін, менің тегім кім деп сұрайды. Сол кезде Ізбике бар шындықты жайып салады. Бұдан хабардар болған Ізбикенің әкесі, қой бұны еліне қайтарайын деп, Манапқа жанына қосшыларын қосып, үйір-үйір жылқы, қора-қора қой, 500-ге жуық сиыр және түйе беріп, жолға шығарып салады. Батыстан оңтүстікке қарай жердің шаңын шығарып, үйір-үйір жылқыны айдап, қора-қора қой, 500-ге жуық сиырларды айдап, Манап ақырындап бірнеше күн жүріп, Түркістанның тұсына келіп жайғасады. Дәл осы кезде Түркістанның билеушісі, бұл не қылған көш деп шабармандарын жұмсайды. Манап жолда келе жатып, сиырларды сауып, айран қылып, сүтін ішіп, ас ауқатына жаратып келеді. Бұзаулардың ноқтасына бір қарыс шеге секілді үшкір темірлерді қадап қояды. Бұзау сиырды еңбек болып барғанда, желіне темір кірген соң, бұзауын емізбей қояды. Дәл осы кезде Түркістанның билеушісі жіберген шабарман Манапқа келіп жолығып, мән жайды білгеннен соң, бұзауларды көріп, бұл не қылған сырғалы мал деп ойлайды. Шабарман билеушіге келіп, Манаптың атын есінен шығарып, шатасып, сырғалы деп айтады. Билеуші оны жанындағы уәзірлеріне Сіргелі руы екен деп айтып жібереді. Сол күннен бастап Манапты Сіргелі деп атап кетеді. Сіргелі Түркістанның маңындағы, бұл күнде Төрткүл деп аталады. Сол жерге келіп қоныстанады. Төрткүлдің жанында Ұлы Отан соғысының батыры, Сіргелі руынан шыққан Қарсыбай Сыпатаев деген батырымыз бар. Міне дәл осы жерге Сіргеліден тараған батырлар шоғырланған. Одан өте бере Жиенқұм деген ауыл бар. Бұл жерде де Сіргелі руынан шыққан батырлар өмір сүреді. Қазіргі таңда Бәйдібек ауданында Сіргеліден тараған 4 ата Мамыр, Ботбай, Қонақбай, Ізбасардың ұрпақтары тұрады. Міне осылай Шымкент қаласының маңында Алтын төбе, Ақжар, одан ары
Қазығұрт ауданына қарасты Жаңа Базар деген үлкен елді мекен бар. Дәл осы жерде де Сіргеліден тараған рулар тұрады. Сарыағаштың айналасында Сіргелі көп шоғырланған. Қазіргі таңда Өзбекстан Республикасының аумағында да Сіргелі деген үлкен ауыл бар. Ол жерде Елібай мен Жаңабай айтбозымдар тұрады. Сарыағаштың оңтүстік жағында баршаңызға аян Жабай атаның үлкен кесенесі бар. Сол жерде де Сіргелілер шоғырланған. Міне қымбатты тыңдармандан Сіргелі руының шығу тарихы осындай. Сөз соңында Өтептен жүкті болған ханның қызы екі егіз табады. Олар ақ көңірдек пен қара көңірдектер. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, тарихымызды біліп, жеті атамызды жаттап жүрейік.